Байсүгіров, қабыл алыңыздар. Ашылсын арнау менен жан сарайың, думанды сіздер менен қарсы алайын. Ассалаумағалейкум Жамбыл елі, ұлдары хан, қыздары ханшадайын. Ислам көкем той жасап жатқан кезде, жырым мен жақсылыққа жол салайын. Бүгін міне Мейрамбек үйленді деп тойына келіп отыр барша ағайын. Сөз қадір өз қадірім деп түсініп, шапала құрып отсаң шаршамайын. Қолың түсіп қалғанша қол соқсаңдар, жағым түсіп қалғанша жан салайын. Ай-ай-ай-ай-ай. Ақындар сөз табады тапса сірі, орыны өнерпаздың нақсақына. Балдызымның тойында арнап айт деп Нұрекең жазды күнде ватсапыма. Арқаға алтын домбыра алып келген ақында кім жетеді мақсатыма. Сол мақсаттың ізіндегі ініседім, жетпегенше тынбайтын мақсатына. Алла деп алдарыңда сөз бастайын, ағамның кір келтірмей жақсатына. Ай-ай-ай-ай-ай. Осылай жақсы өлеңді бастайын кеп, көп созып уақыттан да аспайын көп. Ислам мен анар-анам тойғып жатыр, қонақтарды шақырып астайын деп. Байша кіріп Мейірбектей тамадаң жүр, осы бір думаныңды бастайын деп. Әнші биші күйшінің бәрі осында, Мейрамбектің қуанышын қоштайын деп. Арқадан арқаладым, мен де келдім, сөзімді ісімменен растайын деп. Мейрамбектің нұрландай жездесі бар, есімін жырға қалай қоспайын кеп. Сол жезден шақырған соң келіп тұрмын, өлеңді жырғып қалай шашпайын кеп. Арнайы келіп тұрмын таразымның, тойларын бір көтеріп тастайын деп. Ай-ай-ай-ай-ай. Десеңдер бұл таразды қандай мекен, сол жайлы азын аулақ толғай кетем. Ақын батыр әншінің бәрі осында, оларды жырлаудан мен талмайды екем. Мен білетін тараздың жайсаңдары, үзілген үміттерді жалғайды екен. Алдына біз секілді ақын шықса, бірі қалмай қиғулап қолдайды екен. Ал ендеше көрейін бір тексеріп, шыныменен таразым сондай мекен. Ай-ай-ай-ай-ай. Той жасап бүгін міне шаттандың ғой. Той жасап бүгін міне шаттанасың. Тілектер қабыл болса бақтабасың. Нұржамал, қош келдіңіз әулетіме. Еріңді сыйлай білсең бақтабасың. Суретіне қарап тұрсаң Нұржамалдың, берейін келінніңнің нақпағасын. Жақындап көрмесеңіз Нұржамалды, алыстан Ләйлә Сұлтан деп қаласың. Ай-ай-ай-ай-ай. Той жасап тараз бүгін шалқып тұр ғой.
жақсылыққа қонақтар жартып тұр ғой. Бүгінгі тамадаңыз мейірбек ет, әзілімен алдыңда жартып тұр ғой. Нұрлан жезден Қарқаралы мекенінен басқа жезделеріңнен артық тұр ғой. Бүгінгі қымызыңда Қарқаралы ішкен адам буын босап балқып тұр ғой. Тойларың таразды өтті демесеңдер, Қарқаралымның иісі аңқып тұр ғой. Ақын балаң көрсетсін өрекпінін, шақырды Нұрлан дейтін директорым. Мейрамбек пен Нұржамал отау құрып, сілтеді арнау керектігін. Қарқаралы бір столға жайғасыпты, көңіл күйі басқадан ерек бүгін. Біздің жақта ақынды құрметтейді, бүгінде отырыңдар елеп бүгін. Қарқаралы Қанекей көрсетіңдер, ақынды қалай қолдау керектігін. Нұржамал, мына сенің зор бағың бар, қасыңда Мейрамбектей жан-жарың бар. Бүгін міне некелесіп отау құрып, бір арнада тоғысты жолдарың бар. Айдос пенен Фариза апа жездең жастардың орындамақ арманын бар. Нұрлан менен Мөлдір әпкең тым ерекше, аямайтын балдыздан қолдауын бар. Осындай жігіттермен бажа болған Мейрамбек, сенің қандай арманың бар. Белгілі жүрегіме жыр сыймасын, ал енді ақын балаң жыр сыйласын. Тілерім Мейрамбек пен Нұржамал бақытты бір ай, ал біріне күн сыйласын. Мейрамбек Нұржамалға гүл сыйласа, Нұржамал Мейрамбекке ұл сыйласын. Мейрамбеген өлеңім базарлығым алып келген, бағасын осы отырған халық берген. Құдаларға бір айын сөз кезегін, орынды отыр екен алып төрден. Құда мен құдағиға мың рахмет, Нұржамалдай аруға бағыт берген. Мейрамбекпен бақытты бола ғой деп, аяла балақанға салып берген. Мейрамбек, енді саған күн туады, Нұржамал мен айналаң құлпырады. Сіргелінің қыздары ана болса, жүзіне ұрпағыңның нұр тұнады. Мейрамбек қарада тұр, бұл Нұржамал күннен күнге аяласаң құлпырады. Таңдайы тақылдаған қыздар менен маңдайы жарқыраған ұл туады. Әрдайым көңіліңнің қошы болсын, мерейін екі жастың өсірерсің. Қарқаралым қалтама ақша салды, қуаныштың бастауы осы болсын. Мейрамбек пен Нұржамал бақытты боп, жастардың иман мәңгі досы болсын. Азды көпті алдыңда арнау айттым, артық кемі боп жатса кешірерсің. Нұрлан аға азда болса көптей көргей, ініңнің арнағаны осы болсын. Азаматтың бір едім бойтып деген, өлеңмен көңіліңді байтып көрем.
Ағайын, мен сіздермен қоштаспаймын, мен әлі алдарыңа қайтып келем. Жақсы өлеңнің жалғасын Алла жазса, шілдехана тойыңда айтып берем. Ақының бұлбұл құстай сайрасын дәл, бүгін міне тамаша тойдасыңдар. Қарқаралы қалтамды қампайтты ғой, ал енді сіргелілер қайдасыңдар. Ақын деген шындықты жасырмай ма, шығарайын құдалар басыңдайға. Той дегенде ештеңесін аямастан, жомарттығын көрсетсін осындайда. Осы бір сөздеріме ағайын жұрт қиқулап, қолын соғып қосылмай ма? Ел айтып жүретіндей бір іс болсын, ағайын ниетіміз дұрыс болсын. Жігіт жолдас, қыз жолдас, сізге айтарым, игілікті ел айтар ол іс болсын. Бүгінгі Мейрамбектің үйленгені, жігіт жолдас, сізге де жұғыс болсын. Жырла десең ағайын, жырлаймыз ба? Жырласақ құлақ салып тыңдаймыз ба? Мейрамбектің өзі кеп салып кетті, қатты бір қошеметті қылмаймыз ба? Олаз десең жігіт жолдас келе жатыр, күнде тап болмаймын деп мұндай қызға. Ақын ем домбырасын рас күйлеген, Құдайдан басқа ешкімге бас тимеген. Жігіт жолдас, өзіңізге ұсыныс бар, тұлпар ем тұяғымен тасты илеген. Ақынға наличкаңыз болмай жатса, жіберсеңіз болады Каспийменен. Ағайынды қалайша қоштамаймын, жомарттығын қалайша растамаймын. Нұрлан ағам иығыма шапан жапты, бұл үшін қалай ғана қоштамаймын. Нұрлан ағам иығыма жапқан шапанды, банияға барсам да тастамаймын. Аузыңдағы ақ тісің, маржан тісің, дәл осындай болар ма сүйген кісі? Нұржамалдай аруды көрген бетте, Мейрамбектің келген ғой үйленгісі. Айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу, өзі жас, кімнің жары екен ай. Айым бекен ай, күнім бекен ай, шапалақты жай ұрған, кімнің тойы екен ай. Келіндерің ағайын ерлей берсін, ана болып ақ бесік тербей берсін. Бала шаған көп болып ішіндегі, ең жаманы әләйім мендей болсын. Айым бекен ай, күнім бекен ай, қиқу салып қол соққан Приозерскім бекен ай. Айым бекен ай, күнім бекен ай, дүркіретіп той қылған жамбылдықтар мекен ай. Келін алып той қылған сырымдарым екен ай.